Томирис жобасы қатысушыларының кезекті кездесуі басталды. Биыл ақпараттық білім беру бағдарламасына қатысуға әртүрлі салада қызмет етіп жүрген қыз-келіншектерден 129 өтінім түскен. Оның ішінен 50-і іріктеліп алынды. Толығырақ бейнематериалда. Томирис жобасы 2023 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Бұл тек білім беру ғана емес, сонымен қатар өзара әрекеттестік, тәжірибе алмасу және қыз-келіншектердің көшбасшылық қабілетін қалыптастыру алаңы. Томирис ақпараттық оқу бағдарламасы осымен 3-ші жылы Атырау облысы әкімдігімен ұйымдастырылып келеді. Осыған дейін бұл жоба республикалық болатын, кейіннен осы жергілікті атқарушы органдарға жаңағыдай берілді. Осы жылы да 100-дің үстінде жаңағыдай ұсынымдар түсіп, 130-дің үстінде ұсынымдар түсіп, соның техникалық іріктеу арқылы қазір осы жерде 50 біздің Атырау облысының қыз-келіншегі қатысып отыр. Бұл Томирис бағдарламасы неге үйретеді? Біздің мысалы қыз-келіншектердің бойында жаңа көшбасшылық, коммуникативтік дағдыларды жаңағыдай сыртына шығару үшін, жалпы жаңағыдай өз ісімді бастайын деп едім, немесе өзімнің осындай қабілетімді дамытайын деп едім деген бойындағы бар қабілеттерін жаңа сыртына шығару үшін болашақ көшбасшыларымызды жаңағыдай осы ортаға қалыптастырып бейімдеп шығару үшін арналған бағдарлама. Ораторлық қасиет деген не, ол бізге не үшін керек? Жобаның бірінші күні Ақтөбе қаласынан арнайы келген спикер осы тақырыптарда сабақ өткізді. Семинарда қатысушы қыз-келіншектер белсенділік танытты. Солардың бірі Айжамал Азаматова. Ол өзін дамытуды бірінші орынға қоятын қыз-келіншектер қауымы үшін бұл жобаның берері көп дейді. Бүгінгі жобаға қатысып тұрмын, оған өте қуаныштымын. Себебі қазіргі заманда бала тәрбиесімен, үйдің жұмысымен айналысып жүрген әйел адамдарға көптен көп осындай өз-өзін ашу, өз-өзін көрсету, өз-өзін дамыту жобалары өте қажет. Бұндай мүмкіндіктерді туғызып отырған Атырау облысы әкімдігіне көп-көп рахмет айтамыз, ұйымдастырушыларға рахмет айтамыз. Бұндай жобаларды әлде де ұйымдастырып, біздің қазақ әйелдерінің қоғамдағы өздерінің орнын білуге, өз-өздеріне қарауға, өз-өздеріне баға беруіне мүмкіндік туғызатын жоба деп ойлаймын. Бүгінгі қатысқан жобадан күтерім өте көп, жоспарларым да бар, барлығына да рахмет айтамыз. Жоба аясында өтетін семинар-тренинг 13 маусымға дейін жалғасады. Осы аралықта сала мамандары түрлі тақырып бойынша сабақ өткізеді. Шара соңында барлық қатысушыға сертификаттар табысталады. Ақмарал Бейсенбайқызы, Алихан Таңатов, жаңалық қызметі.